Рулет омлетін. Омлетіміз дайындаймыз. 3 жұмыртқаға 100 грамм сыр, 3 ас қасы манайы крупа, 100 грамм майонез, тұз, қарабұш, қызылбұш араластырып аласыздар. Пергамент қағазына әдемілеп оны жаямыз. 180 градус 15-20 минут піседі. Піскеннен соң оны орап қоясыздар, суытасыздар. Начинкасын дайындаймыз. Начинкасына 200 грамм фарш, тұз, қарабұш дәміне қарай араластырып дайындап қоямыз. Одан кейін піскен омлетімізді сол фольга қағазымызға төсейсіздер. Начинкамыз, яғни салмамызды тауық еті салмасын жайып, әдемілеп, асықпай бір тегісеп жаясыздар. Ұсақтап төрт-бұрыштетіп туралған қызыл, жасыл, сары болгар бұрышын оның үстіне әдемілеп сеуіп шығасыздар. Кейін оны асықпай, әдемілеп тығыздау етіп орайсыздар. 180 градуста жарты сағат 30 минут пісіріп аласыздар. Фольганың екі шетін бекітесіздер. Толық суығаннан кейін барып қана кесесіздер.